Дерттен саулыққа арнасы. Сіздер білдіңіздер ме? Мандарин жемісінің ағашы ұзындығы 6 метрге дейін жетеді. Және де 5-6 мыңнан астам дана жеміс береді. Неге мандарин жемісі желтоқсан айында әрбір сауда орталықта, базарлар мен көшелерде қаптап кетеді? Сіздер ойлап отқан шығарсыздар, жаңа жылға қарай солай болады деп. Иә, ол ойларыңызбен де келісемін. Негізінде мандарин жемісі қыс пен күз айында піседі. Бұл өнім тамақ ауру, қан айналым, жүрекке, бауырға, иммунитетті көтергенге, бронхитке айта берсең көп екен. Видеоны аяғына дейін көрсеңіз, тағы да қандай аурулар пайдалы болатынын білесіздер. Арнаға жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ресейлік мамандардың айтуынша, бұл жемістің түрлері витаминдерге бай, микро және макроэлементтерге, антиоксиданттар мен басқа да пайдалы минералдарға бай болып келеді. Ал мұндай заттар бактериялардың көбеюінің алдын алып, қыста суық тиюден сақтайды. Мандариннің құрамында бета-каротин бар, жүрек жұмысын реттеуге ықпал ететін күші бар. Диетологтар мүмкіндігінше мандаринді көбірек жеуге кеңес береді. Себебі оның құрамында каротин, аскорбин қышқылы бар, және де С-В6 дәрумендері, кальций, магний, темір, мыс, калий, фосфор мен басқа да пайдалы микроэлементтер бар. Сондай-ақ 100 грамм мандаринде 53 калория болады. Мандариндер иммунитетті нығайтып, онкологиядан қорғайды. Мандарин шырыны бауырдың қатерлі ісігін емдеуге ең тиімді әдіс. Тамырларды артық холестериннен тазалайды, қан құрамын жақсартады, қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. Сол себепті бұл өнімді тұтынатын адамға диабет қаупі жоқ. Және де мандарин көру қабілетін жақсартады. Мандарин құрамындағы А дәрумені көз жанарын жақсы қорғайды. Мандаринде темірге бай және адамның анемияға шалдығуына жол бермейді. Семіздіктің алдын алады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Магний мен В6 дәрумені күйзеліске қарамастан жүйке жүйесін бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Тістерді қорғап, сүйекті қатайтады. Сонымен қатар диетологтар асқазан және ас қорыту мүшелері ауруы бар және асқазан қышқылы жоғары адамдарға мандаринді жеугенде абай болу керек екенін айтады. Бұған қоса олар цитрусты жемісті аш қарынға жеуге болмайтынын ескертеді. Мандариннің емдік қасиеттері. Мандариндегі жауып тұрған ақ торды ешқашан шешпеңіз. Онда жүрек тамыр жүйесінің жұмысына пайдалы әсер ететін глюкозиттер бар. Шөлді тамашағандырады. Депрессияға бейім адамдар үшін пайдалы. Қызғылт сары түсті және жағымды хош иіс адамның көңілін көтереді. Мандарин жоғары дене температурасын төмендетуге көмектеседі. Қан тамырларының қабырғаларында холестеринді тұндыруды болдырмайды. Атеросклероздың дамуын болдырмайды. Иммунитетті күшейтеді. С дәрумені суық тию вирустарына қарсы тұруға көмектеседі. Жеміс мөлшері қартаю процесін және әжімдердің пайда болуын баяулатады. 3-4 тамшы эфир майы қосылған хош иісі ұйқысыздыққа қарсы көмектеседі. Бұл майдың бірнеше тамшысын бетке немесе қол креміне қосуға да болады. Ваннада демалуды қалайтындар үшін ваннаға 3 тамшы май қосыңыз. Бұл сізге жайлы тұру мен жайлылық әкеледі. Мандариннің қабығы суық тиюге арналған ингаляцияға пайдалы болады. Тамақ ауырғанда жөтелге қарсы пайдалы. Қысқа уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Мандариннің құрамында қайталанбас зат бар. Бауырда майдың жиналмауының алдын алады. Соның арқасында сезімдікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кеуде, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы. Ең алдымен, әр адамның ағзасы әртүрлі екенін ескерген дұрыс. Асқазан ішек жолдары ауыратын, гастрит, панкреатиті бар адамдар цитрус өнімдерін жеген кезде асқазан ауыратын адамдар мандарин жемегені дұрыс. Ескері кететін жайт, мандарин қабығын пайдаланбау қажет. Себебі шетелдік өндірушілер мандариннің қабығын оның көп уақыт бойы сақталуын қамтамасыз ету үшін арнайы зеңге қарсы дәрілермен өңдейді. Ал бұл дәрілер денсаулыққа өте қауіпті. Қандай мандарин алу керек? Егер көкөністер немесе жемістер ашық сары, қызыл немесе қызғылт сары болса, бұл депрессияны емдеуге немесе жаман көңіл күйді жоюға көмектесетіні сөзсіз. Сондай-ақ бұл түс
арқылы мұнда бетон каротин бар екенін анықтау оңай. Көбінесе барлық қызғылт, сары және қызыл түстер каротиндер бар екенін білдіреді. Және де сәбіз, болгар бұрышы, асқабақ, мандарин, апельсиндерде көп витаминдер бар. Мандариннің қарсы көрсеткіштері: қант диабетімен ауыратын адамдар мандариндерден сақ болғаны керек, немесе оларды толығымен тастау керек. Асқазан жарасына, қышқылдығы жоғары гастритке, гепатит үшін зиянды. Мандаринді көп мөлшерде жеу бет пен дене бөртпе мен қызаруды тудыруы мүмкін. Мандарин күшті аллерген болып табылады. Болашақ баланы ықтимал диатезден қорғау үшін жүкті әйелдер бұл жемістен бас тартуы керек. Ал егер тыйым салынған жемістің дәмін татуға деген ықыласы болса, 3-4 тілім көмектеседі. Жемістерді жемес бұрын оны жууды ұмытпаңыз. Бұл өте маңызды. Мандариннің пайдасы: мандарин жемісінің құрамында пайдалы қышқылдар А, Д, К және өзге де дәрумендер, сонымен қатар минералдар бар. Калий, магний, темір, фосфор, натрий және кальций бар. Сондай-ақ бұл жемістің құрамында табиғи антисептиктер бар. Қабығында 1-2% эфир майы және пигменттер, мәселен каротин бар. Қысқа уақытта мандарин адам ағзасына жетіспейтін дәрумендердің орнын толтырып, иммундық жүйені нығайтады. Ыстық сусынға мандариннің цедрасын қосып ішу қақырық пен жөтелге көмектеседі. Барлық цитрусты жемістер секілді бұл да суық тиюге көмектеседі. Эфир майы тыныштандыратын әсерге ие, стрессті жеңілдетуге, ұйқы мен денсаулықты жақсартуға оң әсерін тигізеді. Міне, құрметті оқырман, мандариннің пайдасын білдіңіздер. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге Дерт денсаулық арнасы.